Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан восточный пирогтың рецептімен бөлісемін. Және достар, білесіз, дәл осы рецепттерді ақылы мастер-класс ретінде сатып жатқан кісілер де бар. Ал мен сіздерге тегін видео рецепт салып отырмын. Сондықтан алдағы уақытта да керек хит болып жатқан рецепттерді мен сіздерге тегін жүктеп отыратын боламын. Сол үшін сіздер де мені еңбегімді бағалап, маған шабыт сыйлап, каналыма подписаться батырмасын басып тіркеле кетіңіз. Ал енді бисмилля деп жұмысымызды бастайық. Мен сіздерге бірден айтайын. Мына жерде видео рецепттерді мен бір дегеннен 4 пирогтың қамырына жасап жатырмын. Сондықтан көп зат керек екен деп ойлап қалмаңыздар. Нақты бір рецептке кететін мөлшер описание бөлігінде нақтылап қалдыратын боламын. Ең бірінші біз алдын ала ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз және құрғақ ингредиенттерімізді араластырамыз. Ол үшін ұнымызға ванилинді және де қосытқышымыз бар ғой, разрыхителімізді қосып араластырып аламыз. Менде разрыхитель 4 шай қасық салдым, себебі мен 4 рецептке арналып жасап жатырмын. Енді бөлме температурасында арналған сары майымызды салып, жақсылап ұнымызбен араластырып аламыз. Келесі кезекте енді біз сұйық ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Ол үшін 4 жұмыртқамызды жарып және қантымызды жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Тағы да айта кетейін, бұл рецепт 4 пирогқа арналған рецепт. Сондықтан, егер сіздер біреу жасайтын болсаңыздар, бір жұмыртқа, ұн, қант деген сияқты барлығын бір рецептке арнап жасайсыздар. Мен астында описание бөлігінде жазып нақтылап кетемін. Енді барлығын араластырып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Достар, дәл осы рецепттің қамырымен мен 4 түрлі пирог жасайтын боламын алдағы уақытта. Сондықтан каналыма міндетті түрде подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз, себебі дәл осындай 4 пирогты сіз микс қылып, үйіңізде жасап, өзіңіздің саудаңызды бастасаңыз да болады. Құрамына байқасаңыздар, көп зат кетпейді. Ал начинкасына енді әрқайсына әртүрлі, қазір видеоның соңынан кейін көре жатарсыздар. Қамырымызды теңдей 4 бөлікке бөліп, тоңазытқышқа 20 минуттай қойып қоямыз. Себебі біздің қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан жайылуы қиын болады. Сондықтан 20 минуттай тұрса, жайылған кезде сізге ыңғайлы болады. Мендегі форма 24 дециметрлі форма. Қолыңыздың көмегімен немесе оқтаудың көмегімен бастысы бір тегіс етіп жайып алсаңыз болды. Видеода қарағандарыңыздай шанышқының көмегімен шеттерінде дұрыстап алсаңыз болады. Енді восточный пирогтың начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге кез келген өзіңізде бар сухофруктыларды пайдаланасыз. Алдын ала жуып, тазалап кептіріп алуыңыз керек. Дәл осындай өзіңізде бар, өзіңіз қалайтын жаңғақтарды, мейіздерді, өрікті барлығын осылай салып аласыз. Үлкен бөліктерді майдалап, ұсақтап турап аласыз. Байқасаңыздар, пирогта қосылып жатқан заттардың барлығы бізге өте пайдалы. Сондықтан осы пирогты сіздер жасап көруге ұсынамын. Балдарыңыз жесе өте дәмді. Тағы да айта кетейін, начинкасында пайдаланып жатқан заттарды дәл осылай болу міндетті емес. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша, өзіңіздің үйіңізде бар заттармен осылай начинкасын толтырсаңыз болады. Ал енді 500 грамм қоюлатылған сүт, яғни сгущенкамызды қойып, жақсылап бір тегіс етіп аламыз да пешімізде 160-180 градуста 30-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне біздің восточный пирогымыз пісіп дайын болды. Түсі осындай қоңырқай болып пісті. Бірақ дәмі өте керемет, дәмді әрі пайдалы пирог деп айта аламын.
Қыздар, әлі де жазылмаған көріп жүрген қыздар, міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Себебі менің де еңбегімді бағалап, сіздер көбейген сайын мен де шабыттанып жаңа мастер-класстарды салатын боламын. Сондықтан каналыма тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға көп рахмет. Ал сіздерге ас болсын.